Қаржылық модельдеу және жобалау. Өзімді таныстырып өтейін. Есімім Садыкова Алтынай Әлмаханқызы. Құрылыс, өндіріс, общепит салаларында қазіргі таңда қаржы директор қызметін атқарамын. Сіздерге мұнда келген себебім қаржылық модельдеуді ауыл шаруашылығын ұштастыра отырып, қалай құру керек, қалай жобалау керек, бұл қаржы моделі бізге не үшін керек, және оны біз қандай мақсатта қолданамыз, оның негізгі көрсеткіштері не, және ол модельдеудің маңыздылығы неде. Осының барлығын біз бүгінгі сабағымызда талқылайтын боламыз. Енді әрине көптеген әр сала болсын, әр сала бізде қаржылық модельдеуді қажет етеді. Ол производство, өндіріс саласы болсын, ол агро саласы болсын, ауыл шаруашылық производство, өндірісі болсын да, осының барлығы міндетті түрде қаржылық модельдеусіз жоба іске аспайды. Енді осы туралы толық мәліметті айтатын болсам, дальше еще қаржылық модельдің пайдасы қандай бүгінгі таңда? Қысқа нақты айтайын. Бүгінгі айтылатын мәселе өте көп. Өзектілеріне нақты қаймағына ғана тоқталамын. Теорияны артта қалдырайық. Практика жүзінде сіздерге қарапайым тілде түсіндіріп өтейін. Сіздерге де ыңғайлы болсын, информацияны қабылдаған сұрақтарыңыз болса, риторикалық қойсаңыздар болады. Неге қолданамыз? Бұл бизнесті біз жоғарыда айтып кеттім, дамыту кезінде сценарийді біз құру алып керекпіз. Міндетті түрде жобаның маңыздылығын бағалау керекпіз. Жобаны бағалауда біз капиталын бағалау керекпіз. Яғни біз шығындар мен сонымен қатар кірістерді бағалау көрсеткіші. Бұл қаржылық модель дегеніміз, яғни біз шығындарды, кірістерді бағалайтын, сандық түрде көрсетілетін модель. Бұл біз не үшін қолдануымыз керек? Әрине, кәсіпкер ретінде сіздерде шығыс та көп, кіріс те көп болады, иә? Оның барлығын біз өзіміздің бухгалтерлік тілмен айтқанда текучка, операционка дейміз. Сіздерде операционка көп болады. Сондықтан сіз кәсіпкер ретінде, егер де сіздерде әрқайсыларыңызда өз бухгалтерияларыңыз болатын болса, сіздер операционкаға кірмеу керексіздер. Өйткені операционка сіздерді жеп қояды. Өйткені неге өйтіп айтып жатырмын? Себебі кәсіпкер өзі арнайы бір мысалы бухгалтер делге, сіздерде енді штатта бірнеше бухгалтер ұстамайсыздар ғой. Кәсіпорындарыңызға бір бухгалтер жетеді. Бухгалтер в одном лице. Сіздер аласыздар ол бухгалтерді отырғызасыздар. Яғни ол кісіден сіздер бүкіл есептілікті сұрайсыздар. Есептілікте отырғанымыз енді отчет. Мен кейбір жерде орысша аббревиатураларды сөйлеймін, себебі сіздерге де түсініктірек болу үшін. Қазақша аудармалар кейбір кезде түсініксіз болып жатады. Яғни отчетты алу үшін сіздер бухгалтер в одном лице отырғызасыздар. Сонда одан отчет сұрайсыздар, да? Мысалы, БДР отчет бер, ОПИО отчет бер. ОПИО отчет дегеніміз бұл біздің приход және убытығымыз. Отчет о прибылях и убытках. Яғни сіздер өздеріңіздің осы қаржылық модель құру арқылы сандық көрсеткіш ретінде пайдаға шығып жатырмыз ба? Жоқ әлде керісінше бізде мысалы шығыстар көп болып жатыр ма? Қандай шығыстар көп болып жатыр? Осының барлығын бағдарлап бағалау үшін міндетті түрде бухгалтер есепшіні бір дана болса да штатта ұстау керексіздер. Себебі сіздер операционкаға кірмеу керексіздер. Өйткені операционка жейді дегенім, сіздер өз бизнестеріңіздің дамуына үлкен үлес қосу үшін сіздер күнделікті мынау расходтар мен кіріс пен доходтарды санап отыруға мүмкіншіліктеріңіз жоқ. Сондықтан да күнделікті шығыстар болып жатқанның барлығын оны тізімге жазып отыру, арнайы отчеттардың түр-түріне енгізіп отыру, ол сіздерде бухгалтердің міндетіне кіреді. Енді келесі қандай ақпарат бар бұл модельде? Бизнес құрылыммен қарым-қатынас, ондағы әртүрлі көрсеткіштер. У вас вопрос есть? Да. Ага. У моего друга есть, он где-то около 100 компаний на аутсорсе консалтинг бухгалтерии делает. Да. Вот такой вопрос. Он говорит, что там более 30% людей экономят, когда они держат в штате бухгалтера, а на аутсорсе компании услугу покупают, чтобы они им вели отдельный бухгалтерию. Ну, смотрите, я бы посоветовала так. Когда... Қазақша жауап берсем түсінесіз ғой, да? Когда біз өзімізге штатта бухгалтер ұстамай, енді аутсорсқа баратын болсақ, аутсорс бухгалтер дегеніміз ол келіп кететін бухгалтерлер, немесе өздеріңіз барып, соған мысалы есептіліктеріңізді бересіздер, алыста отырады, оны сіз күніге көрмейсіз, да? Тек қана салық есептілік кезінде барып отырасыздар. Ол тек услугамен айналысатын, бұл менің өзімнің жеке пікірім. Өйткені әр кәсіпкер өзі біледі, аутсорсқа бере ме, жоқ әлде штатқа бухгалтер ұстай ма. Менің өз жеке пікірім, сіздер сияқты аграрлық салада
қызмет ететін кәсіпкерлер негізі штатта ұстаған дұрыс. Ол не үшін? Мысалы, сіздер производствомен айналысасыздар, да, сельхоз направление. Ал производство сіздерге калькуляция керек. Аутсорсер, бухгалтер, ол алыста отырып сіздің калькуляцияңызға не кіріп жатқанын ол білмейді. Мысалы, сіз производство, допустим, бір өнімді өндіріп жатырсыздар, да, ол өнімді өндіруде составқа не кіреді? Калькуляция дегеніміз, яғни ол технологический картасы, соның қандай құрамында неден тұратын береді. Сол картаны, ол сізде неден тұрады? Ол карта сізде өзгеруі мүмкін. Сізде, мысалы, приказбен осы жолы өнім осындай шықты, өнімнің, мысалы, сіз түрінде, мысалы, дәмін өзгерткіңіз келді, немесе бір там жейтін тағам ретінде бір нәрсе өнімді құрастырып жатсаңыздар, оны өзгерсін барлығын аутсорспен жеткізу, немесе оны аутсорсер арқылы бітіру, ол жұмысты күрделірек болады. Сондықтан да сіздерге міндетті түрде бухгалтерді, есептілікті штатта ұстаған дұрыс. Сол себепті де, я думаю, ответила, да? Если вам понятно, я на русском не буду переводить. Ага, түсінесіз, да? Нені түсіне аламыз модельдеуден? Жоғарыда айтып кеттім, көрсеткіштің таза пайдаға әсер етуі, бизнестің өсуі үшін қажетті ресурс, да? Компанияның өсуін не шектейтінін біз білеміз. Мысалы, компания бізде косвенный расходымыз көп болып тұр ма, административный расход, может, біз маркетингке көп мән беріп жатқан шығарсыздар, бірақ маркетингтің сіздерге пайдасы болып жатқан жоқ, сіздің аграрный салаңызға. Соны қысқартасыз. Сондықтан да осындай көрсеткіштер арқылы барлығын бағалап, бағдарлап отыру үшін сіздерге қаржылық модель керек. Дальше, пожалуйста. Енді біз бүгін жіті қараймыз қандай салаларды. Біз ауыл шаруашылық қаржылық модель жоғарыда айттым. Ауыл шаруашылығы болсын, жеке кәсіпкерлер болсын, жауапкершілігі шектеулі серіктестер болсын, барлығына қатысты. Егер де сіздерде жеке кәсіпкерлік на упрощенке болатын болса, ИП-ларыңыз на упрощенке, онда сіздерде 910-шы форма налоговой отчетности, 910-шы форманы беру есептілігіне міндеттелесіздер. КФХ, крестьянский фермерский хозяйство. Извините, а сейчас упрощенка, она же была до 23-го года? Я сейчас буду... Сейчас, подождите. Крестьянские фермерские хозяйства. Сейчас я глубже скажу. Крестьянские фермерские хозяйства ФНО 920. Бізде осының алдында бүкіл аграрлық салаға 3 жылға моратория жарияланған болатын. Оны барлықтарыңыз біліп отырған шығарсыздар. Упрощенка кезінде 20-шы, 21-шы, 22-ші жылдағылар бізде осы упрощенкада жұмыс істеді. Бізде мемлекетімізде 23-ші жылдан бастап, 1-ші қаңтардан бастап единый земельный налог деген ұғым енгізілді. Единый земельный налог, яғни сіздер жоғарыда айтылған 20, 21, 22-де есептіліктен босатылып 0%-пен салық есептілігін өткіздіңіздер. Енді 23-ші жылға, осы 24-ші жылдың 31-ші наурызына дейін 920-ші форманы өткізу керексіздер. Бұл единый земельный налог. Бұл нені сіздерге упрощать етеді? Бұл осы режимге өту арқылы сіздер мысалы алдында бөлік-бөлік төлейтін социальный налог, транспортный налог, налог на имущество, және мысалы, если окружающий средаға бір зиянды залал шығындар болса, эмиссия в окружающую среду деген сияқты налогтардың барлығы, салықтардың бәрі сіздерден алып тасталынды. Яғни единый земельный налог сіздерде былай айтқанда кәсіпкерлерге біршама өмірін жеңілдетті деп айтсам да болады. Өте ұтымды салық есептілігі 920-шы форма. Егерде сіздерде мысалы 920-шы форма бойынша сіздерде өз аттарыңызда жерлеріңіз болса, міндетті түрде ұмытпаймыз, 31-ші наурыз айына дейін салық есептілігін өткіземіз, ал ол салық есептілігі бойынша төлемді 10-шы сәуір айына, яғни до 10 апреля ақшасын төлеп қоюымыз керек. Сонымен қатар тағы айта кететін жағдай, барлық салық есептілігін жүргізетін организациялардың барлығы тек қана единый земельный налогпен отырмайды. Мүмкін сіздердің араларыңызда упрощенкада да отыратын адамдар бар шығар, бірақ оларда сіздер нені ұтылатындарыңызды айтайын, 3% төлейсіздер. Мынау 920-шы форманы тапсыратындар, сіздердің бүкіл доход, оборот реализацияларыңыздан бір жылдық, соның 0,5%. Сөйте тұра, ол 0,5% сіздерде от дохода от реализации 0,5% тұрады, бірақ сіздерде ОПВ, социальное отчисление, ВОС, взносы на обязательное социальное страхование деген 3 платеж бар. Бұл платеж өзі сол, мысалы, осы ИП-ны қатысушысы, да, мысалы, жеке кәсіпкердің өзіне төленетін төлем. Бұл төлем дополнительно төленеді. Оны шатастырмаймыз. 0,5%-ға бұл аталған 3 төлем кірмейді. Өйткені мынау ОПВ, социальное отчисление, ВОС-мысымыз біздің ай сайын төленіп отыратын төлеміміз. Дальше, пожалуйста.
қаржылық модельдерді талдау кезінде тексеруді міндетті түрде қажет етеді. Шығынсыздықты талдап аласыздар. Бірінші, сіздер қаржы моделін құрған кезде, қазір мысалы төменде қазір мен кестелер көрсетемін. Сол кестелер арқылы сіздер мысалы бұны толығырақ түсінесіздер деген ойдамын. Қаржылық модельдің кестесін құрған кезде міндетті түрде өз-өздеріңізбен шығынсыздық талдауын жүргізу арқылы, сезімталдық талдауын жүргізу, тәуекелге талдау жүргізу арқылы, барлығын осы 4 талдауды жүргізу арқылы сол есептілігіңізді шегелеп алуларыңыз керек. Өйткені ол сіздің қаржылық моделіңіз жыл сайын жасалынатын модель. Оны сіз мысалы жыл сайын өзгертіп отырмайсыз. Яғни произвольный форма дейміз ғой, произвольный формада әркім өзінің ыңғайына қарай жасап аласыздар. Одан кейін барып соны өз жүзеге асыру арқылы қолданасыздар. Яғни бұл сізді қаржылық модельді, төменде айтылатын барлық отчет есептіліктердің барлығын сіздерде міндетті түрде штаттағы бухгалтерлеріңіз береді, немесе өз еріктеріңізбен, егер де аутсорса бухгалтер ұстайтын болсаңыздар, сол бухгалтерге запрос жасау арқылы осыны біліп отырасыздар. Следующий, пожалуйста. Енді біз қаржылық есептілікте кез келген мысалы сіздерде уражайы да күзде болады ғой, мысалы уражайларыңызды аласыздар, мысалы кейбіреулеріңізде производство, ол производство сіздерде күз мезгіліне шектелмейді, ол квартал сайын өзінің бір декадный периодтарын қойып қоятын шығарсыздар. Производстволарыңыз мысалы үздіксіз жүріп жатыр, сіздер мысалы кез келген бір уақытты қоясыздар, отчеттарыңыз квартально немесе айлық есептік көрсеткіш сияқты қылып ай сайын есептілікті қажет етеміз деген сияқты да. Сондай кездерде сіздерде бухгалтерлеріңіз міндетті түрде деректерді біріктіру, консолидация жасау арқылы сіздерге есептілікті беру керек. Ол қандай есептілік да? Сізде мысалы табыс, мына жақта көрсетілгендей, табыс толықтай жиналып біту керек. Егер де сіздер мысалы бір уақытты бекітетін болсаңыздар, бір айделік немесе кварталын алып жүрсіздер отчетты, квартал делік, бір кварталдың табысы, бір кварталдың өзіндік құны, себестоимости да, бір кварталдың әкімшілік шығыстары, административный расходтары, инвестициялар, жан-жақтан келген инвестициялар. Оған біз тағы да тоқтала кетеміз, өйткені сіз аграрлық саладағы сіздердей кәсіпкерлер инвестицияны көбінесе тартады. Оны біз мысалы аграрный сектор арқылы да тартуы мүмкін, 5%-дан жоғары беріп жатқан кредиттік несиелік рәсімдеу арқылы, немесе субсидияланған несиелер арқылы да әркім өзінің өнім шығаратын өніміне қарай, производствосына қарай екінші дәрежелі банктерге жүгінуі де мүмкін. Оны енді әр кәсіпкерге индивидуально дейміз ғой, әр кәсіпкерге өзінше индивидуальный подход жасау арқылы ғана шығаруға болады. Деректерді біріктіреміз, яғни пайда мен шығын туралы есеп, ол яғни деректі біріктірген кезде бізде қандай есептілік шығады? P&L отчет шығады. P&L отчет дегеніміз біздің былай айтқанда, орысша айтқанда БДР отчетымыз. Бюджет доходов, расходов. За год, за квартал, оны өздеріңіз белгілейсіздер. Хотите за квартал, одан кейін барлығын жинақтап за год шығарасыздар. Бірақ бұл есептілік айтып жатқан қаржылық модельдеу міндетті түрде кез келген кәсіпкерге керек. Себебі сіздер осыны жүзеге енгізбей, практикада қолданбай, сіздердің кәсіптеріңіз жақсы жүруі екіталай. Себебі сіздер показательдарды көру керексіздер. Неге ақша жұмсап жатсыздар? Мысалда, не приблизительно, а сіздер нақты білу керексіздер. Міне, себестоимостьқа мынанша жұмсадым, доход мынанша болды, расход мынанша болды, маржинальность мынанша болды, чистая прибыль осыдан шыққан мынанша болды. Чистая прибыль дегеніміз не? Ол, яғни сіздің пайда тапқан пайдадан кейін мемлекетке бір жылдыққа табыс салығын төлегеннен кейін қалатын сіздің сомаңыз, ол сіздің пайдаңыз. Осының барлығын сіздер өздеріңіз цифрмен көздемей, мен ойлаймын, бизнестің ары қарай дамуына өз ықпалын кішкене кедергі келтіретін секілді. Ақша қаражаты туралы қозғалыс. Міне ДДС отчет, яғни движение денежных средств. Бұл ДДС отчетымыз қазіргі қаржылық модельдеудің бір бөлшегі деп айтсам да болады. Өйткені ДДС отчетты сіздер бухгалтерлеріңіз негізі күнделікті жүргізу керек, және кәсіпкерге ДДС отчетты күнделікті беру керек. P&L отчет пен ДДС отчеттің айырмашылығы. P&L отчет дегеніміз по показателям бізде, яғни нақты шығыстар, нақты кірістер, себестоимость барлығын белгілейді. Ал ДДС дегеніміз ақшалай жаратылған отчет. Яғни қаражаттай кеткен. Мысалы, бүгінгі күнге қанша қаражат кетті? Қаражаттың өзінше ішінара бөлінеді. Операционный расходтар, косвенный расходтар, басқа да расходтар деген сияқты. Оның барлығын енді әр кәсіпкер өзі шегелеуі керек.
міндетті түрде мысалы сіз бухгалтеріңізбен жұмыс жасағанда сіздердің де запростарыңыз, сіздердің мысалы өз жұмыстарыңызды жүргізу кезіндегі виденияларыңыз, бизнесті қалай жүргізу керек, мысалы отчетты қалай көргіңіз келеді, оның барлығы айтылу керек. Себебі бұл отчеттардың барлығы Excelде, DDS-тер Excelде жасалынады произвольный формада. Бухгалтерлік баланс, бұл яғни бізде баланс, бухгалтерлік баланс атайтып тұрғандай бізде көбінесе 1С формадан уақытылы жүргізетін және заңды дұрыс жүргізетін кәсіпкерлердің бухгалтериясынан регламентированный отчет арқылы шығатын есептілігіміз. Бұл бухгалтерлік балансты бізде мысалы Excel форматта да жүргізсе болады, бірақ менің кеңесім барлықтарыңызға, мысалы қазір 1С программа бар, кез келген кәсіпкердің жұмысын оңтайландыру үшін бухгалтерлер міндетті түрде 1С программасын орнату керек. Сонымен қатар 1С программасында локально орнатпай, оны фреш облакамен орнатқандарыңыз дұрыс, абзал. Себебі ертеңгі күні сіздің компьютеріңіз бұзылса да, сіздің мекемеңіздің бүкіл есептілік данные фреш облакада сақталады. Сіз мысалы сол фрештің логин парольдарыңызды жазу арқылы кез келген жерден кіріп көре аласыз. Сонымен қатар, сол фреш арқылы неге мен ұсыныс бергім келеді? Себебі сіздер мысалы бухгалтерлеріңіздің қандай жұмыс атқарып жатыр, нені кіргізіп жатқанын жақсы білмесеңіздерде для руководителя отчет деген строкасына кіріп, осы 1С несіне программасына кіру арқылы қандай жұмыстар жасалынып жатқан, кассаңызда қанша ақша бар екен, табыс көзі не болып жатыр, доход от реализация қанша болып жатыр, соның барлығын, қандай покупатель сізден бүгін зат сатып алынды, немесе қандай покупательге сіздер ақша жібердіңіздер. Мысалы да, сіздер енді кәсіпкер ретінде барлығыңызда екінші дәрежелі банкте расчетный счеттарыңыз бар ғой, мысалы ИП-ға ашылған. Оның барлығын сол неден сіздер көріп отыра аласыздар. Хоть сіздер мысалы демалуға басқа жаққа кетіңіздер, басқа жақта жұмыс бабымен жүріңіздер, ноутбуктарыңызды өздеріңізбен алып, осы мәліметтердің барлығын алуға сіздердің мүмкіншіліктеріңіз бар. Следующий, пожалуйста. Бағана жоғарыда айттым, P&L отчет дедім. План, факт, диаграмма түрінде де өздеріңіз көрсеткіштеріңізді бағаласаңыздар да болады. Яғни бұл жерде план, факт. План всегда делается бізде қаңтар айында. Өзіміз жыл басталған кезде барлығымыз план жасаймыз. Биылғы жылға менде осындай болу керек деген сияқты сандық көрсеткіштерді біз Excelде немесе кімге қалай диаграмма формада біз осыны жасаймыз. Фактты біз жыл біткеннен кейін барып фактты жазамыз. И осының расхождениясын біз ойлану керекпіз. Қандай расхождение шықты, ол расхождение бойынша біз қалай жұмыс істеу керекпіз. Осының барлығын талқылау міндетімізге кіреді, міндетті. Следующий, пожалуйста. Мен бағана осы P&L отчетты айттым, Excel формада жасаймыз депші. Енді мен сіздерге осы бір гостиница саласының P&L отчетін көрсетейін. Бұл P&L отчет негізі форма барлық сала үшін бір формада жүреді. Тек қана сіздер әркім өзіне ыңғайлы, например, наименованиясы болсын, затраттың түрлеріне байланысты өзгертіп отырсаңыздар болады. Мысал айтайық, P&L-да продажаға сіздер мына жаққа өздеріңіздің аграрлық саладағы өндірістеріңіздің сатылатын, не сатылады, соны қоясыздар. Мысалы мына жаққа. Содан кейін барып, мысалы июнь айының көрсеткіші, маусым айының маусым айының көрсеткіші міне сіздерде несколько видов направлений, да, ол несколько видті получается сіздер бөліп көрсетесіздер, ол көрсеткіштерді сандық көрсеткішпен де көрсетесіздер. Мынау соның итоғы. Расходы total, расходы. Қандай сіздерде шығыстар бар? Шығыстар сізде бағана операционный дедім, прочий дедім, административный болады, маркетингтік расходтар болады, общий затраттарымыз болады. Мынау EBITDA шыққаннан 10% алып тастағандағы мынау біздің чистая прибыліміз астында қалған. Осындай таблица жасау арқылы да сіздерге P&L отчеттан өздеріңізге ыңғайлы болады. Сіздерде мысалы прочий расходқа қандай наименованияларды кіргізесіздер, оның барлығы өз құзырларыңызда. Қайсысын сіздер первостепенный, яғни ең бірінші приоритетке қоясыздар, қайсысын екінші вторичкаға қоясыздар, оның барлығын әр кәсіпкер өзі шешеді. Сонымен қатар рост мына жерде 237 мысалы пайыз болып тұр. Сіздер алғаш осыны таблицаны енгізген кезде міндетті түрде рост бұл жерде өте жоғары болады. Екінші айды енгізген кезде салыстырмалы түрде екінші ай мен бірінші айға қарағанда соның разницасы шығады. Сонда сіздер в процент соотношение деп айтамыз ғой, сондай
процентный соотношенияда өз нелеріңізді жобаны бағалап отырасыздар ай сайын. Ай сайын бұл P&L отчетты квартальна да енгізсеңіздер болады. Негізі кәсіпкерлерге ай сайын дұрыс. Өйткені ол бүкіл айдағы өзінің несін жіті қадағалап отырады. Және предстоящий дейміз ғой, бір жылдық табысын алдын ала болжап отырады. Мынау айда мен мысалы доходқа көп шықтым, мынау айда аз шықтым, мына жақта расходты көбейту керекпіз депші. Енді қараңыздар, сіздерде барлықтарыңызда ИП аграрлық салада единый земельный налог, ол мысалы сіздерде доходтан 0,5%, яғни сіздер айтасыздар, біз шығыс бөлігінде ешқандай мынаның түрін барлығын біз көрсетпейміз ғой деп. Бірақ дегенмен де шығыс бөлігінде сіздер көрсетпесеңіздер де, бұл сіздердің ішкі управленческий учеттарыңыз үшін үлкен септігін тигізеді. Біріншіден, екіншіден, егер де сіз мысалы единый земельный налог бола жүріп, может сіздер болашақта жауапкершілігі шектеулі серіктестік болам деулеріңіз мүмкін. Ондай жағдайда бізде екі отчетты бірдей тапсыру қарастырылған. Мысалы, сіздің жауапкершілігі шектеулі серіктестігіңіз производствомен айналысады, сіздің жауапкершілігі шектеулі серіктестігіңіз производствомен бір направлениеңіз кетсе, бір направлениеңіз продажамен кетеді. Ондай кезде бұл тоңыз сіздің екі отчет тапсырады. Яғни годовой отчет тапсырады, соты форма, содан соң 920 форманы параллельно тапсырады. Неге? 920 форма себебі сіздерде льготпен, субсидиямен, яғни бүкіл мүмкіншіліктердің бәрі қарастырылған форма былай айтқанда. Сонымен қатар общеустановленный режимге ауысатын болса, сельхоз направление бойынша осындай производительдерге 70% дейін КПН уменьшение қарастырылған. КПН дегеніміз, яғни корпоративті табыс салығы жалпылама мағынада общеустановленный режимдерге арналған салық режимдерінен сіздерге бөліп айтып жатырмын. Енді сіздер қазір мысалы единый земельный налогта отырсаңыздар, ол да оңтайландырылған бір түрі, бірақ болашақта сіздер ары қарай дамимыз, ары қарай көтереміз, жобалаймыз, мысалы мекемемізді де там статусын, юрлицосын, жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе ИП жеке кәсіпкердің де на общеустановленный режимде жұмыс істеуіне мүмкіншілік бар. Ондай кезде қазір айтқандай 220 формамен тапсыруға міндеттелетін салық режим бойынша мынау 920 форманы қатар тапсыруға мүмкіншілік бар. Себебі сізде екі направление. Вид деятельности екеу, ол жақта сізде уменьшенияны да қарастыра аласыз. Сондықтан да үлкен мүмкіншіліктер өте көп. Дальше, пожалуйста. ДДС отчетымыз бағанағы денежные средства күніге бағалау керексіздер дедім. Бұнда Excel формада осылай сіздерге түрін көрсеткім келді, как она выглядит. Сіздер мысалы болашақта бухгалтерлеріңізден сұрайтын болсаңыздар да күнделікті данныйды біліп отыра аласыздар. Кассада қанша ақшаларыңыз бар. Бұл ДДС отчетты кімге ыңғайлы? Егер де сіздер мысалы 1С-ті жақсы білмейтін болсаңыздар. 1С-ке кіресіздер. Там мысалы счетты мысалы түсінбейтін кәсіпкерлер болады, түсінетін кішкене общий мағынада түсінетіндер де болады. Но дегенмен де кез келген кәсіпкер в идеале как бухгалтер бүкіл счеттың бәрін жақсы білмейді. Сондықтан да бұл кісілерге, кәсіпкерлерге ең оңтайлысы ДДС отчетты Excel'де алып отыру, P&L отчетты Excel'де алып отыру. Осы сіздерге аграрлық салада міндетті түрде осындай отчеттарды алып отыратын болсаңыздар, сіздер бизнестеріңіздің кілтін қолдарыңызда былай айтқанда ұстап отырасыздар. Кез келген кәсіптің бастауы, ол айтқанда өзінің ақшасының қайда кетіп жатқанын білетін кәсіпкер, ол қайда кетіп барлығын контрольда ұстап отыратын қаржылық мақсатта. Соның барлығын жете білетін кәсіпкер, мен ойлаймын, жерде қалмайды ондай кәсіпкер. Сондықтан да мынау ДДС отчетты өздеріңіздің күнделікті есептіліктеріңізге міндетті түрде кіргізсеңіздер болады. Бұл жерде мына остаток на начало, мысалы бүгінгі күнге, доход, бұл жерде ақша түрінде түскен доходтарыңыз, безналичный, расчетный счетқа түсетін, наличный, кассаға кеп кіргізілетін, кассовый аппарат арқылы ұрып сіздер біреуден покупательден ақша алсаңыздар, соны излишкаларыңыз бір жерден, мысалы сіздер ревизия жасадыңыздар, сіздерде бір неден излишка шықты, мысалы да кассаңыздан. Ол излишка неден шықты? Обязательно ол излишкаларыңыз сізде приход өтсі. Содан кейін барып, осы приходтардың итогы жазылады да, одан кейін мысалы сіздерде ИП-ға кәсіпкерлік мақсатта да депозит ашып қояды. Ол депозиттінде өзінің ставкалары бар. Ол депозиттен түскен вознагражденияларыңыз сіздерде доход болып саналады. Ол доходтан міндетті түрде сіздер мемлекетке төлеу керексіздер вознаграждение үшін. Оның несі есептілігі бөлек. Егер де сіздер екі есептілікті қатар жүргізетін болсаңыздар, жоғарыда айтқанымдай 920 мен мысалы 220, сіздер ол вознаграждениені 220-шы есептілікте кіргізесіздер. Ал 920-шы есептілікте сіздер доход от реализации, единый земельный налог бойынша
именно аграрлық сельхоз направление бойынша істеген доход от реализацияның обороты кіреді. Ана жаққа сіздердің бүкіл обороттарыңыз, мысалы сіздерде второстепенный услуги болуы мүмкін, беріп жатқан второстепенный басқа да затты алып сатып жатырсыздар мысалда, оның барлығы сонымен қатар ОКЭД-пен дұрыс шегеленген болуы керек. ОКЭД үлкен роль атқарады қазіргі таңда, өйткені биыл оны қолға алды. ОКЭД-те бұрында мысалы статистика кабинетінен біз белгілеп қоятынбыз. ОКЭД дегеніміз не? ОКЭД арқылы сандық түрде мысалы 5 цифр, ОКЭД арқылы біз мысалы кәсіпкердің немен айналысатынын білеміз. Ол кәсіпкердің немен айналысатын основной вид деятельности и вторичные виды деятельности. Ары қарай вторичные виды деятельности несколько болуы мүмкін, бірнеше, ал основной біреу ғана болады. Егер де основной сізде биылғы жылға біреу болып, келесі жыл основнойыңыз өзгеретін болса, сіздер оны өзгертсеңіздер болады. Бұл ОКЭД-ті міндетті түрде сіздер кабинет респондента, налоговый кабинетке ЭЦП ключ арқылы кіріп, сол жерден өздеріңіздің данныйларыңызды регистрационный данный деген жерден алып шығарып қарап қойыңыздар. Өйткені ОКЭД-те дұрыс болмаса, осыған байланысты сіздің есептілігіңіздің қандай отчет беру керектігіңіз содан шығады. Егер де сізде ОКЭД дұрыс емес болса, сізге налоговая хабарласуы мүмкін, да? Управление госдоходов. Сіздерде есептіліктеріңіз дұрыс емес, өйткені сіздің ОКЭДіңіз мынандай присвоенный, а сіз мына жақта отчетты мынандай салаға көрсетіп тұрсыз. Мысалы, сізде ОКЭД гостиничный сфера, а сіз келесіз да 920 единый земельный налогты беріп тұрсыз. ОКЭД-ті өзгертіңіз дейді. Ол үшін де бізде управление госдоходовтан штрафтар қарастырылған. Бірінші кезде ол міндетті түрде барлығына ескерту беріледі. Егер де ескертуден кейін ол нәрсе орындалмаса, міндетті түрде айыппұл салынады. Ол айыппұлдың барлығы айлық есептік көрсеткіш, яғни МРП ретінде фиксация бар, сол жерден уже біле аласыздар дальше. Прошу дальше. Мынау соның аяғы итоговый бойынша, бағанағы ДДС бойынша жоғарыда айтқан барлығын келе-келе неге жаратылған? Міне касса, упор, міне банктің неше түрлі банкте қанша ақшадан қалғаны, остаток и остаток наконец в общем, да, например, в общем қанша ақша қалды. Банк, депозит, касса, бәрін қосқан кездегі сіздердің мысалы ДДС бойынша общий қаражаттарыңыздың қанша екенін білесіздер. Мынау кәсіпкерлерге самый оптимальный отчет деп ойлаймын. ДДС күнделікті запрос жасау. Себебі сіздер күнделікті өздеріңіздің есептіліктеріңіз көресіздер. Өйткені сіздерде мысалы ноутбукқа кіруге мүмкіншілік болмайтын шығар. Мүмкін 1С-ті де білмейтін шығарсыздар. Бірақ 1С-ті негізі орнату міндетті. Өйткені сіздің есептілігіңіз сонда дұрыс жүреді. Есептілік 1С-сіз болмайды ешқандай кәсіпкерлікте. Өйткені сіз кейін оборудование аласыз. Оны сіз мысалы основной средствоға тіркеу керексіз. Ал сізде егер есептілік общеустановленный режим болса, мынау основной средствоның бәрін сіз тіркегеннен кейін сізде ол жерден амортизация болады. Ал амортизацияның шығынның сомалары, бізде мысалы налоговый ставка бойынша бөлек амортизация, бухгалтерский учетта бөлек амортизация. Біз отчетта осы налоговый бойынша жүретін амортизацияның ставкаларын вычет дейміз ғой, вычетқа аламыз. Оның барлығы сіздерге плюс, сондықтан да сіздер міндетті түрде сатып алатын оборудованияңыз болсын, болашақта жоспарлаған басқа да осындай маңызды заттарыңыздың бәрін сіздер тіркеу керексіздер. И оның да есептілігі болады. Сіз келесізде мысалы қайсысы сізде есептен шықты, қайсысы сізде есепте тұр. Осының барлығын бағдарлай аласыздар. Ал егер де сіз 1С орнатпасаңыздар, даптерге жазу деген метод ол бұрынғы заманда қалған деп ойлаймын. Оны қазір көптеген мысалы дамығысы келетін кәсіпкерлер қолданбайды. Сондықтан да міндетті түрде бірінші мақсат, егер де сіздер кәсіпкерліктеріңізді дамытқыларыңыз келсе, ноутбук, міндетті түрде штатта бухгалтер, штаттағы бухгалтеріңізге 1С орнатасыз, есептілігіңізді бүкіл предприятияның бухгалтерский учетін сонда дұрыстап жүргізесіздер. Бұл міндетті. Дальше, пожалуйста. Дебиторка по клиентам дейді, яғни сіздердің қарыздарыңыз, міне покупательдеріңізді осылай диаграмма арқылы қарап, бағдарлап отырсаңыздар болады. Мысалы, қай клиентіңіз қанша қарыз, оның категориясын бөліп қойып, былай мысалы Excel мен сводка жасап, рабочий капиталдарыңыз қанша, запасыңыз қанша, осының барлығын диаграмма арқылы өздеріңізге қарап, түртіп отырсаңыздар болады. Дальше, пожалуйста. Салықтық шығындарды ерте жоспарлау. Қазір мен сіздерге түсіндіріп айтып жатқан кезде салық режимін кей жерлерде басында айтып кеттім. Себебі ол жерде
салық шығындарын ерте жоспарлау, енді қазір глубже түсіндіретін боламын әр салаға. Жаңағы жерде кейбіреуін мысалы үстіртін қозғап кеттім, себебі қозғамасқа болмады, өйткені тақырып соған лайықты болып тұрды, дұрыс па? Қазір салықтық шығындарды ерте жоспарлауда салықтың 5 түрі бар. Сол 5 түрі туралы нақты сіздерге қатысты қаймақтарын жинап келдім. Бұл жерде корпоративті КПН, корпоративный подоходный налог. Бұл енді корпоратив подоходный налог, егер сіздерде мысалы жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашатын болсаңыздар, сол кезде төлем міндеттеледі. ИПН, индивидуальный подоходный налог. Бұл сіздерде 220 форманы таңдасаңыздар, ИП-ларыңыз, жеке кәсіпкерліктеріңіз общеустановленный режим болса, упрощенка емес, упрощенка болса, ол 910 форма полугодие, ал 220 форма ол год, бір жылдық отчет. Сол ИПН-нің салығы, қосымша құн салығы, НДС, егер сіздер порогты өтетін болсаңыздар, НДС-ке міндетті түрде сіздерді өтуге міндеттейді управление госдоходов. 20 000 МРП-дан асса. Ол яғни әр жылдың МРП-сына көбейтесіздер. Биылғы жылғы МРП қанша? Биылғы жылғы МРП 3692 теңге. МЗП-міз биыл 85 000 теңге болып өзгертілді. Содан соң аванстық төлемдер, яғни қосымша табыс салығы бойынша, корпоративті, кешіріңіздер, корпоративті табыс салығы бойынша аванс төлемдер, яғни авансовые платежи по КПН дейміз, яғни сіздердің кейін обороттарыңыз болашақта өте жоғары болған кезде кез келген кәсіпкер осының барлығын алдын ала болжап жоспарлау керек. Бізде аванстық төлемдер де пайда болады. Аванстық төлемдер олар яғни 325 000 МРП-дан асқан, 325 000 МРП, сіздер көбейтсеңіздер, там миллиард там с копейками шығады. Сондай совокупный годовой доход сіздерде сондай болса, бір жылдың ішінде, онда сіздерде аванстық төлемдер есептілігін көрсетуге міндеттелетін боласыздар. Бұл аванстық төлемдер өзі бірінші входящий дейміз ғой, 101/01 формасы болады, потом 3 кварталға бөлек 101/02 формасы. Мен сіздерге енді жалпылама түсіндіріп кетейін. Кейінде мысалы бухгалтермен сөйлесіп, осындай не алдына мақсат қойып, осындай требовать еткен кезде өздеріңізде қаржылық жағынан, осындай салықтық есептілік жағынан сәлде сауаттарыңыз болсын деген мақсатта осын бәрін кішкене түсіндіріп жатырмын. Сондықтан да түсіністікпен қараңыздар. Жалпыға бірдей декларациялау. Жалпыға бірдей декларациялау, қазір барлығы естіп жатқан шығар, Каспий Голдқа алуға болмайды, биылғы жылдан, биыл 3-й этап деп түсіндіріп жатыр да барлығы жерде. Бұл не? Жалпы қарапайым сөзбен айтқанда, жалпыға бірдей декларация. Бірінші, екінші этап өтті. Там бюджетная организацияда жұмыс істейтіндер үшін, там тағы басқа оны біз қарастырмай қояйық. Бізге қазір ең маңыздысы біздің 3-ші этап, биылғы жыл. Биылғы жылға кімдер кіріп жатыр? Биылғы жылға сіздер сияқты, жеке кәсіпкерлер, крестьянское хозяйство, барлығында сіздерде жеке кәсіпкерлік туралы, мысалы, статустарыңыз бар, дұрыс па? Жеке кәсіпкер деген. Жеке кәсіпкерлер және олардың супругасы, яғни жұбайлары міндетті түрде. Тода, мысалы, учредитель, қатысушы немесе участник, учредитель, құрылтайшы, участник, қатысушы болса, тода, ол кісінің жұбайы да осы жалпыға бірдей декларация бойынша 3-ші этапқа кіреді. Бұл қандай отчет формасы? Яғни біз міндетті түрде шатастырмау керекпіз. Кәсіпкерлер құрметті, сіздерге айтатыным, ешқашан бизнес карта мен жеке картаны араластырмаңыздар. Бизнес карта это бизнес карта, ол тек қана сіздің бизнес картамен барып продукт алуға болмайды. Бизнес картамен барып такси төлеуге болмайды деген сияқты. Бизнес нельзя, потому что это вы тратите не в предпринимательской деятельности. Да, не по назначению, правильно, потому что... Бизнес-карты на свою карту. Нет. Зарплату свою можете? Нет, зарплату можете, да. А вот зарплата это заработанный доход, понятно, да? А то, что если вы, например, покупатель вам отправил на бизнес-карту, на расчетный счет, а к этому расчетному счету крепится бизнес-карта, соответственно, да? И вы оттуда от покупателя деньги получили, и у вас, например, ТО это, не ИП, допустим, да? ТО, и вы оттуда отправляете на свой личный Каспий Голд. Это неправильно. Это как вы будете, например, отображать, скажем так, в бухгалтерском учете, как вы будете в налоговой объяснять, потому что ТО никогда не имеет деньги выводить с карты, пока у вас годовой год, календарный год не закончился и финансовый отчет не сделан. А когда финансовый отчет мы сделаем, как бухгалтера, да, на весь год, тогда мы уже оттуда вытаскиваем чистую прибыль и дивиденды, положенные именно участнику либо учредителю, например, да? Если там несколько учредителей, участник.
Дивиденд. Дивиденды тоже Да, официально а после после оформления дивидендов, дивиденды тоже отправляются на расчетный счет этого участника официально. И оттуда 10% мы ИПН, индивидуально подоходный налог, платим государству. Оның барлығы бізде, былай айтқанда, нақты официально бізде тіркелу керек. Неге бұны қозғадым жалпыға бірде декларациялауды? Себебі бізде осы жылдан бастап тексеріс қатаң болады, мораторий барлығына бітті, барлығы қазір бюджеттің барлығы тексеріске көшті, управление госдоходов уведомлениеден уведомление барлығын қарап, сондықтан да 100 переводтан асырмаңыздар. 100 переводқа асырмаңыздар деп неше түрлі адамдардан Каспий голдтарыңызға ақша түсіруге болмайды. Желательно только мысал бір айға. Бірақ ол сіз мысалы туысқандарыңыздан алсаңыз, переводтарыңыз бір 30-40 болса болады. Оны можно обосновать, егер де мысалы өзара мысалы бір қарыз беру, жіберу, там сондай суммаларыңыз өте аз болатын болса. Ал егер де, да, суммасын енді айта алмаймын, перевод 100. Олар былай істейді. Қараңыз, управление госдоходов ашады, да? Сіздің Каспий голдтан мысалы переводтарыңызды олар екінші дәрежелі банктер биылғы жылдан бастап осындай управление госдоходовқа біз сіздердің Каспий голд бойынша кімде перевод асады, соның данныйларын беруге олар қол қойды. Олар береді. Олар қайдан көреді әйтпесе. Содан кейін сізде мысалы 80 перевод сізге түскен. Неше түрлі адамнан 80 перевод. Күніге. И оларда сомнение уже. Сізге уведомление қоят. Может, извещение қоят. Извещение мен уведомление бізде айырмашылығы бар. Уведомление сен міндеттісің оны істеуге, а извещение олар мысалы извещает вас. Если сіз ол извещениені игнорить етсеңіз, мысалы жауап бермесеңіз, сізге ештеңе болмайды. Ал уведомлениені сіз егер игнорить етіп жауап бермесеңіз, онда сіздің жеке счетыңызды бәрін бұғаттап тастайды. Закрывают, былай айтқанда, все счета ваши, чтобы вы пришли туда, өзіңіз келіп, жаңағы жерге административті отдел, лицевой отделға сол жерде барып отырып ашасыз. Да. Полностью счет закрывают или на ту сумму, на которую... Раньше все счета закрывали. С этого года внесли изменения, поправки. Именно если, например, в часы попадают суммы, допустим, да, часышники, да, смотрят, ты должен, например, 22 тысячи тенге, но у тебя на счету 100 тысяч тенге. Олар бұғаттайды 22 мың теңгеге блок қояды. Немесе 100 мыңның 50%. Бізде негізі заңда көрсетілген, мысалы 100 мың теңгенің шоттағы бар ақшаның 50% бұғатталып тұрады. Яғни ол бізге де қазір айтайын, жақсы, өте кішкене жақсы жаңалық, өйткені бүкіл шотыңды бұғаттамайды, қарыз сомаңның в разрезе или қарызың сомасында бұғаттайды, немесе енді биылғы жылға енді енгізілді ғой, заңда жазылған негізінде 50% бұғаттайды деп. Сондықтан да осының өзі де үлкен нәрсе деп ойлаймын барлық кәсіпкерлерге. Егер де там бір неуплаченный нелері болса, сіздерге айтатыным, жалпыға бірде декларацияға биыл біз кірдік, сіздерде 250 форма бойынша есептілік беру электронды түрде 15 қыркүйекке дейін. Бұл отчетты істеген кездеріңізде міндетті түрде сауатты адамға обращайтесь, былай айтқанда. Өйткені бұл жерде сіздер 250 формада не так там по строкам мына жерде галочка қоя салайын, мына жерде мынаны есептілікті көрсете салайын деген сияқты. Неге сауатты адам деп айтып жатырмын? Себебі сіздер бұл входной декларация. Бұл кіретін декларация, келесі бірінші жыл, сіз бірінші рет көрсетіп атсыз, бұл потом не регулируется. Сіз мысалы кейін очереднойларды дұрыс емес сдавать етсеңіздер, очереднойды дұрыстауға мүмкіншілік бар. Очередной ол 270 форма, оны келесі жылдан бастап тапсырасыздар. Биыл сіздер кірген кезде 250 форманы жұбайыңыз да сіз де мысалы 15 қыркүйекке дейін отчетты тапсыру керексіздер міндетті түрде. Налоговыйдан желательно, налог салық органына барып, сол жерге жасатыңыздар, бірақ дегенмен де қасында тұру керексіз. Өйткені олар сізден мысалы информация сұрауы мүмкін сізден, да? Өйткені сіз туралы толық мәліметті білмейді ғой. А бұл жерде 250 формада біз әр строкада сол индивидуальный адам туралы бүкіл информацияны былай айтқанда бүкіл информация беріледі. Тек қана банковский информация берілмейді, өйткені оны екінші дәрежелі банктер береді. Банктегі кредиттеріңіз, банктегі депозиттеріңіз туралы информация бермесеңіздер болады. Бұл жерде оның барлығын банк қызметі өзі жасайды. Мысалы, паевый договорларыңыз болса, да, мысалы, международный рынокта жұмыс істеп атсаңыздар, немесе, например, біреудің образовательный бір садигі болсын, образовательный бір мекемесі болсын, да, сондай салада жұмыс істеп жатқан, оның барлығын сіздер, мысалы, осы есептілікте көрсету керексіздер. Да? Вопрос, условно, например, девочка, да, молодая, она занимается там не совсем таким, законным бизнесом. Молодая девочка, студентка там, да? Ага. Вот.
Не, вообще могут быть какие-то вопросы, что она там студентка, а у нее там Нет, она чем занимается, и она ИП имеет или что? Я что-то вопрос не поняла. Что-то. просто торгует онлайн, торгует. Каспи-блог, да, она там. Нет, у нее нет ИП, ничего нет. Каспи-блог. Ну, обязательно извещение, уведомление будет. И, скорее всего, родителей позовут, потому что если это несовершеннолетние... Нет, совершенно. Совершеннолетняя, да? Ну, если это совершеннолетняя, она в полном объеме будет отвечать перед законом. Это в полном объеме, потому что она совершеннолетняя, как положено за это полученную, получается, по Каспи Голду, откуда она получает, например, на всю сумму она должна, если не имеет ИП открыть, 3% уплатит, либо 240-ю форму она показывает и 10% платит, если она не хочет открывать ИП. В любом случае индивидуальный подоходный налог должен быть уплачен в бюджет. Налог сдерут. Да, да. От суммы вот больше 100, которая превысила, от этой Нет, суммы от всей суммы. Если, да, если... Нет, смотрите, есть момент, если вы в налоговую управление госдоходов хабарсаңыз, сізге айтады, да, вот 100 төлемді сізде, да, 100 төлемнің ішінде сіз айтуыңыз мүмкін, міне мынау 50 төлем менің туысқандық қарым-қатынаста жасалған төлемдеріміз, төлемдерім менің, мынау 50-ін, енді, я, действительно, мен мына ипім бола тұра, осы жаққа жібере салды. Сіз егер соны дәлелдесеңіз, сол 50-не ғана сізге не салады, доходқа кіргізіңіз деп сізге міндеттейді. Ал егер де сіз сол 100 переводыңызға ешқандай түсініктеме бере алмасаңыз, онда сізге әрине айтады, міне мына суммаға сіз көрсетіңіз де осыдан ИПН төлеңіз дейді, міндетті түрде. Я. 100-ден асса, оның үстіндегі шапкадан өскен сумманы алмайды. 100 сумманы алады. Егер сіз дәлелдемесеңіз, онда сіз мысалы дәлелдеуіңіз де мүмкін ғой. Міне мынау менің келіншегімнен түсті, мынау менің қызымнан түсті, мынау менің баламнан түсті деген сияқты. Туысқандық қарым-қатынаста түскен ақшаны олар алып тастап, предпринимательский, яғни басқа бөгде сізге қарым-қатынасы жоқ адамдар, олар сізге не үшін ақша жібереді? Яғни сіздің мысалы ипіңіз бола тұра, сізден услуга алды, немесе товар сатып алды, дұрыс па? Өнім сатып алды. Ондай кезде сіздерде міндеттейді. Кірген, сіздің шыққан шығыстарыңызды қарайды, шыққан шығысың сіздің қандай ақшадан жаратылып жатыр, бірақ сіздің кірген ақшаңызға қарайды, отчетты сізге есептілікке міндеттеу үшін, сіз ол доход қой, сіз кірісті қарайды тек қана. 100 кіріс, мысалы, жоғарыда айтқандай, дәлелдегенше дәлелдейсіз, дәлелдемеген барлығына сіз бюджетке ақша құясыз, налог. Независимо. Сумма, ол жерде 5 миллион, 10 миллион тема, сол жерде совокупный суммадан есептеп береді сізге. В общем, вообще перевод негізі сіздерге айтатыным, вот жалпыға бірде декларацияда не үшін бүгін кішкене түртіп өттім, себебі кәсіпкерлердің барлығы әлде де осы қаңтар айынан бастап заң күшіне енсе де кішкене шашырап қалып жатыр, барлығы енді информацияда, мысалы қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, түрлі платформаларда енді шығып жатыр, елдің сауаттылығы былай айтқанда енді жақсарып жатыр, былай айтқанда осы жалпыға декларация бойынша. Бұл туралы не үшін айтып өттім? Сіз сияқты кәсіпкерлер, сіздер сияқты зайым беруі мүмкін. Ол зайымдардың нотариуста міндетті түрде заверяция етілу керек деген міндеттеме шықты. Ол міндеттеме 15 қыркүйекке дейін болуы керек. Егер сіз кәсіпкер ретінде, да, өзіңіз мысалы тоғыңыз бар, сіз аласыз да, өзіңіздің организацияңызға как учредитель дали в долг, чтобы сіздің предприятияңыз сәл көтерілсін деп. Сіздерде мысалы бір тоғыда 2-3 учредитель, соның бір учредительдің ақшасы бар, берді тоғыға, дамысын ары қарай деп, да. Сол сумманы, сіздерде договор болды, да, сол на основании какого-то возмездного договора вам предприятие должно вернуть вот эту сумму. Енді сол сумманы сіздер, кешіресіздер, қазақша, орысша араласып жатыр, былай айтқанда жалпақ тілмен, да, жалпақ тілмен кішкене түсініктірек болсын деп жатқаным ғой. Света смотрит на русском, хочу уже говорить. Вот, енді сол түскен сумманың барлығына сіздер есептіліктен арылмайсыздар, соны ескеру керек та. И сіздерде қазір мысалы договор займа составляция етіледі ғой. Договор займадан сіздер мысалы как 3 учредитель болды, біреусі қарызға берді, договор займа бар сіздерде. Ол договор займа сіздерде міндетті түрде, нотариалды түрде заверяция етілу керек.
нотариалды түрде заверяция етілмесе 15 қыркүйекке дейін, ол не үшін нотариалды түрде заверяция етілген? Өйткені сіз мысалы берешек қарыз соманы бердіңіз предприятиеңіз, қарызды кейін ол сізге қайтару керек. Ол қайтарған кезде 270 формада кейін сіз оны алдым деп көрсетесіз ғой. А сізде қазір берілгені туралы сіз оны нотариалды түрде заверять етсеңіз, входной 250 формада көрсетесіз. Мінекей, маған мынанша организация на основании договора займа қарыз. А на основании договора займа сізде займ договоры жай набор текстамен жиналып, екі жақтың печати қойылған болып саналмайды. Ол міндетті түрде заверяция етілу керек нотариуспен. Нотариально. Ол нотариально срогы тоже, мысалы 250 форма 15 қыркүйекке дейін болса, сіздер сол нотариально заверять еткенде 250-нің уақытысына дейін, яғни 15 қыркүйекке дейін істеп қою керексіздер. Және мен тағы бір сіздерге ұсынысым, 250 форманы до конца вот 15 қыркүйек па, бір 1 қыркүйек күн тапсырам деп жүрмеңіздер. Тапсырасыздар ма? Міне көктемде осы наурыз, апрель, яғни сәуір айларында тапсырып тастаңыздар. Себебі, егер де салық органдарының сіздерге қандай да сол есептілікке сұрақтары болатын болса, тексеріс кезінде, онда олар сіздерге на изменение өзгертуге уақыттарыңыз болады 15 қыркүйекке дейін. Егер де сізде бір қате кетсе, мысалы дұрыс емес болса, салық органы сізге шығады. Егер де сіз притык былай айтқанда уақыт өте тығыз, сіздер 15 қыркүйек күні тапсыратын болсаңыздар, уақыттан өтіп кетесіздер, ары қарай оны исправлениеға екі талай ол нәрсе. Өйткені входной форма исправлениеға не подлежит деген ақпарат бізде бар. 270 форманы келесі жылдан бастап ол регулярно, яғни әр жыл сайын әр адам 270 форманы тапсыру керек. Өйткені 2025 жылдан бастап бұл жалпыға бірдей декларация бойынша бүкіл физлица, бүкіл жеке тұлғалардың барлығы түгел кіреді. Биыл мысалы ИП және жұбайлар ТО-ның қатысушысы мен учредительді жұбайлары кірсе, келесі жылдан бастап все физлица кіреді, все физлица. Просто келесі жылы все физлицада 250 форма келесі жылы болады, ал сіздерде келесі жылы 270 форма болады. Вот если, допустим, сенде ақша бар, и ты единственный учредитель, Ага. можно же его как вот заранее тоже как пополнение жасамай задекларировать, как это можно? Пополнение же сама. Я вот вопрос не поняла. Вы хотите как задекларировать? Он единственный учредитель. Ну вы, да, показываете. Вы можете так, просто так задекларировать. Вы говорите... Конечно, да, вы там указываете. Если это у вас в расчетном счете сумма, а если это наличными, вы показываете в 250 форме, вы показываете наличную сумму, отражаете сумму, да, отражаете сумму, что у вас наличными такая-то сумма. А если у вас это на расчетном счете, то не нужно показывать, потому что банки второго уровня все предоставляют данные по депозитам, по кредитам и так далее. Все данные они берут с СУЛС, поэтому... Только в 250 форме. В 250 форме вы показываете все ваши активы. Скажем так, активы и обязательства. Активы и обязательства вообще максимально в 250 форме. Максимально все нужно показать. Не надо там доход спрятать. Лучше наоборот побольше показывайте. Потому что потом, чтобы не было у госорганов тоже вопросов. Так, инвестиция, келесі тақырыбымыз кішкене тақырыпшамызға өте берейік, кішкене тақырыптан ауытқымайық. Инвестиция тарту қаржылық модельдің бір маңызды бөлшегі. Сіздер кәсіпкерлер инвестиция тартқан кезде, сіздер мысалы біздің Қазақстан Республикасының аграрлық саласына берілетін арнайы субсидияланған немесе льгот арқылы берілетін несиелердің барлығын аграрлық сала өзінше қарастырады. Бізде мысалы аграрлық салаға биыл 5%, да, шатаспасам 5% бар. 5%-ға ол жерде өзінің мысалы перечні бар, сол перечень бойынша жинап, сіздерге соған лайықты болып тұрсаңыздар, онда сіздер сол назначениясы дұрыс болып тұрса, онда аграрлық сала арқылы агрокредит несиелеуінен ала аласыздар. Ол микрокредит қаржы ұйымдары беруі мүмкін, немесе екінші дәрежедегі банктер беруі мүмкін. Енді инвестицияның тағы бір инструментін мен атап айтқым келіп отыр. Егер де сіздерде басқа да направление производство, өндіріс саласын алайықшы, мысалы өндіріс саласы болса, сіздер даму арқылы, дамуда өндіріс деген сала бар. Ол өндірісте бізде 6%-бен беріліп жатыр. Биылғы несі пайыздық ставкасы 7%-ға өскен, яғни 8%, бірақ өндіріске 7% бекітілген. Осыны алу үшін
қандай инвестиция түрлері бар, сол қандай инструменттер бар, сол туралы айтып өтпекшімін. Егер де керегі болса өздеріңізге түртіп аласыздар. Ойларыңызда болады, немесе болашақта жүзеге асыратын ойларыңызда болса, соны өздеріңіздің приоритетті бір полочкаларыңызға қойып қоясыздар. Міне, екі түрлі бар. На текущий оборот берілетін. На текущий оборот ол яғни біз сіздердің, мысалы кәсіпкерлердің бір жылдағы басқа да кәсіпкерлерге счетный оплатумен жіберетін оборотқа жұмсалатын, яғни сырьеға, басқа да мысалы затрат, административный, зарплата, расходтардың барлығына жұмсалатын қаражаттың барлығын инвестицияда бізде текущий оборот деп аталады. Бұл текущий оборотқа берілетін қаржы даму арқылы, субсидия арқылы айтып тұрмын сіздерге. Мен сіздерге жоғары пайыздық өлшем емес, 6-7 пайыздық өндіріс саласына бөлінетінді айтып тұрмын. Яғни ол бір жылға ғана беріледі. Бірақ 7 пайызбен, бұндай пайыз ставка еш жерде жоқ, даму ғана береді бізге. Екінші инвест проект. Инвест проект дегеніміз, егерде сіз өндіріс саласын дамыту мақсатында, сіз мысалы өзіңіз сельхозпроизводительсіз, да? Сіз производствоңызға бір оборудование алғыңыз келді. Сіз даму арқылы производствоңызға қандай оборудование алғыңыз келеді, соған тастасаңыз болады запрос. Яғни бұл оборудование сізде алыну арқылы дамуға міндетті түрде видеофиксация приложениялары арқылы отчет беріледі. Даму екінші дәрежелі банк арқылы сізге кредитті береді. Бұл кредит қалай жасалынады? Ең бірінші сіз екінші дәрежелі банкты өзіңіз таңдайсыз. Қай банк сізге? Негізінде банк центр кредит, немесе енді мынау банк деп сіздерге атап айтпаймын, өйткені бұл как реклама сияқты болмасын деп ойлаймын да. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай банк, түрлі банк, екінші дәрежелі банк Қазақстан Республикасында көп қой. Сол банктың барлығына барып, сіздер сұрасаңыздар болады. Даму арқылы өндіріс саласына субсидиямен алайын деп едім деп. Себебі бізде жыл сайын қаңтар айында белгіленеді. Яғни субсидияға қандай ОКТтер бізде рұқсат. И бізде ОКТтер рұқсат берілген өзінде де дамудан өндіріске қалада орналасқан производстводан көрі ауыл аймақтарда, населенный пункт мысалы ауыл аймақтарда орналасқан ОКД бар производительдерге көптеген үлготтар қарастырылған. Және одобрениеда осындай кәсіпкерлікті дамытатын кәсіпкерлерге жоғары болады. Сондықтан да оны қарайтын болсаңыздар, бізде основные средства 3 жылға беріледі, 3 жылдан 5 жылға. То есть оның барлығын өздеріңіздер өз қаражаттарыңызға қарап бағдарласаңыздар болады. Агро саласына болсын, осындай инвест проект арқылы дамуға барсаңыздар да. Сондықтан әркім өзінің кейсіне, өзінің кэшіне қарап, былай айтқанда осы проекттерді жүзеге асырса болады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет үлкен.